дүниеден өтті. Қазір есімде осы Мұхтар Әуезовтің бір мерейтойында бір кісілер сөз сөйлеп, Мұхтар Әуезовтей адам орны толмайды. Бірақ енді осы Семей халқы тағы да осы 25 жыл сайын бір Мұхтар беріп тұрса жақсы болар еді деген сөз айтқан кезде Мұхтардың өзі қалжыңдап 25 жыл күтудің кезегіне қажеті қанша тұрған жоқпыз ба, мінекей екінші Мұхтар деп әзілдеген болатын. Сол әзіл бүгін шындық пайда алды. Қазақтың шын мәніндегі екінші Мұхтары, ұлы перзенті мінекей халық мойындап отыр, дүниеден озып отыр. Сол өзінің ең үлкен азаматтың дүниеден өткенін бүкіл халық қайғырып отыр. Біз сонымен бірге өстік, бірге әдебиетке келдік, жақсы араластық, жүрегімізде сағыныш қазір. Бірақ бір ғана зат Мұхтардың ешқашан аты өлмейді. Өйткені қазаққа оның сіңірген еңбегі өте зор, артында қалған үлкен мұра, оның дұрыстап зерттеу, кәдеге жарату, ол енді қалған алда ұрпақтың еншісі деп есептейміз. Жатқан жері жайлы болсын, мұқаңды аялайын қадірлі мұқа, ұрпағың аман болсын, елің аман болсын, тілегіміз осы.